үйренесіздер. Және 20-ға дейінгі сандарды өсу ретімен санауға үйренесіздер, және кему ретімен санауға үйренеміз. Сонымен қатар теңдіктер құрасты мәнін тауып үйренеміз. Және бірлікке бірлікті қосуды, ондыққа ондықты қосуды үйренетін боласыздар. Кім 20-ға дейін санай алады? Маған 20-ға дейін тура санау керек, және де кері санау керек. Яғни өсу ретімен және кему ретімен санайды. Алина айта ғой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Кері қарай санаймыз. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, Tamam, өте жақсы, иә? Келісесіздер ме, қате кетті ме? Жоқ, керемет санағаныңызға рахмет. Балалар, қазір біз оң жақ миымыз бен сол жақ миымызға ояту үшін, жаттығу жұмысын жасаймыз. Біз оң қол мен сол қолды бірлестіре отырып нейрогимнастика жасау арқылы екі таңбалы сан құрастырамыз. Қазір біздің алдымызда қызыл қақпақтары бар, сары қақпақтар, жасыл қақпақтар және көк қақпақтар бар. Сол қақпақшаларды біріктіре отырып, екі таңбалы сан жасаймыз. Жазу жолымен жүреміз. Кәдімгі 1, 2, 3. Оң қол және сол қолмен бірге жұмыс жасаймыз. Біріктіреміз. Бастаймыз. Сызықтың бойымен жүріп. Сызықтың бойымен жүріп. Сызықтың бойымен жүріп. Бір қақпақты біріктіреміз. Бірінші жұмыс жасаватсыздар балалар. Дұрыс. Қазір осы сандарды біз оқып береміз. Екі қолмен жұмыс жасаймыз. Оң жақ, сол жақ. Екі қолмен бірге жұмыс жасаймыз балалар. Осы құрастырған сандарымызды оқып беріңізші, Рамазан. 32, 97, 46, 87. 27, 84, 34. 34. Ал шығылау оқи ғой. 11, 37, 73, 25. 26, 26, 47. Осы екі таңбалы сандарды ондық пен бірлік түрінде айта қойшы, разряд түрінде. 3 ондық, 3 бірлік. 2 ондық, 6 бірлік. 2 ондық, 6 бірлік. 4 ондық, 7 бірлік. Жарайсың, көркем. Келесі Нұраділ айта ғой. Жақында қандай мереке келе жатыр? Тұңғыш ғарышқа ұшқан қазақ азаматы кім? Ал ең ұзақ ғарышта болған кім? Атамыз екен. Соңғы ғарышқа ұшқан қазақ азаматы Айдын Айымбет. Енді сол ғарышкерлер күніне орай біздің сабағымызды ойын ұйымдастырамыз. Ғарышкерлер ойынын ұйымдастырамыз. 10-нан 20-ға дейінгі сандарды мынау жұлдыздарға дұрыс орналасқан оқушы біздің ғарышкер жеңімпаз болады. Тақтаға шығады Мирас, Сағжар және де Рамазан, сонымен қатар Жасмина шығады. Жаза береміз. Айтып тұруға болады, дауыстап айтамыз. Жарайсыңдар. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Санжар бастай ғой. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Рамазан. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Жасмина. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ал балалар. Мына машинаның алдыңғы дөңгелегінде екі таңбалы сандар, соңғы дөңгелегінде бірліктер орналасқан. Енді осы дөңгелектегі сандардан қосынды құрастыра ғой. Қандай қосынды
құрастыра бердің? 20 мен 9-ның қосындысы 29. Тамаша, керек жаза қой. Жарайсың төре. Ал оқи ғой. 20 мен 9-ның қосындысы тең 29. Керек. Айнұр, алдыңғы дөңгелекте ондықтар орналасқан, соңғы дөңгелекте бірліктер орналасқан. Қай санға қосқыңыз келеді? 2 ондыққа 4 бірлікті қосам. 2 ондық деген? 20 ондық 4 бірлік. Жаза ғой. Біздің ұлттық құндылығымыз асық ойыны. Асық ойын ойнағанды бәріміз жақсы көреміз ғой? Олай болса қазір математика сабағында біз асық ойынын ойнаймыз. Мен қазір сіздерге 2 таңбалы санға 1 таңбалы санды қосып айтамын. Сіздер соншама асықты шығарып, астына өрнек түрінде жазасыздар, иә? 13 пен 5-тің қосындысы. Ал жасаймыз. 13 пен 5-тің қосындысы. Асықты аша ғой, Алинұр. Ашықты 10 асық. 13 пен 5-тің қосындысы. 13 пен 5-тің қосындысы. 13 пен 5-тің қосындысы. Енді астына өрнек түрінде жазамыз. 13 пен 5-тің қосындысы. 13 пен 5-тің 13 пен қосып 5, дұрыс айтасың, жаза ғой. Қызықтарыңызды дорбаға салғанда неше шықты? 18. Ал мәні 18 болса, өз-өзіміз бағалап қойыңызшы кәнекей. Жарайсыңдар. Осылай үнемі жұмыс жасаңыздар, иә? Сіздерге қолдарыңызға балмұздақ таяқшасымен сандар таратындай көрсетейікші, кімге қандай сан таратылды? Маған көрсетеміз бәріміз. Енді осы сандар арқылы тақтада берілген бірліктер арқылы 2 таңбалы сандар шығыла келе ғой. Жылдамдатамыз. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Жарайсың шығыланы, кәнекей шығыланы шапалақ. Алақандар шапалақ. Келесі саған бұқтарын риза болып отыра ғой. Келесі 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. керемет. Сиқырлы балапан, құпия балапан. Мына өрнектердің мәнін дұрыс тапсаңыздар, балапан шығады екен жұмыртқаның ішінен. Сөйтіп ол балапанды өзінің анасына апарып табыстаймыз, бала. Тақтаға жарысына шығады, Бинура мен Жасмина шығады жарысына. Келі ғой. Тұрамыз. Алды шығарамыз. 1, 2, 3 басталды. Қанша балапан жинайды екен 1 минутта? Қанша жұмыртқа жинайды екен 1 минутта? Балапандың бас киімін жарыңдаршы кәнекей. Дұрыс шығарып тұрсыздар ма, өрнектің мәнін дұрыс тауып па? Жарайсыңдар. Дұрыс па екен Жасмина өрнектерің? Өрнектерің дұрыс па екен Жасмина? Дұрыс. Ал Бинура, бір-біріңізді бағалап жіберіңіздерші. Жарайсыңдар. Екеуі де жеңімпаз. Дос балалар, біздің алдымызға сандар берілген және кофе таяқ шақырмары түтікше берілген. Сол түтікше арқылы өкпеге ауа жұта отырып, сандар құрастырамыз, 2 таңбалы сандар. 1, 2, 3 бастады. Кәнекей 1 минутта кім қанша сан құрастырады екен? Жарайсың, Рамазан, керемет бастап кетті. Әлібек өте керемет жүріп жатыр жұмысы. Бинураның жұмысы өте керемет жүріп жатыр. Жасаймыз. Кәнекей, Алинұр жұмыс жасап шығыланыкі керемет сандар шығып жатыр. 87 сан шықты. Әлібек, сізде қандай сан шықты? 36 шықты. 36 шықты. Али, сізде ше Рамазан? 83 шықты. Шығыла? Айта алмайындар. Қанша сан шықты шығыла? Қол шатыр деп аталады. Әлібекке қол шатырды беремін. Әлібек қазір көктем мезгілінде қол шатырмен жүреміз ғой.
жаңбыр емес, бұл қол шатырда бізден су емес, сандар тамып тұр. Ал осы тамшыларды біз ұстаймыз, және сол тамшылар арқылы екі-екіден жүк тасамыз, цифрлар арқылы. Әлібек, бастай ғой, айландыра ғой. Әлібек айландырады, мен тоқта дегенде бірақ тоқтайсың, Әлібек. Ал тоқта, Әлібек. Жүк тасамыз, Әлібек. Бізде 89 деген сан шықты. Жарайсың, шұғыламен Санжарда қандай сан шықты? Бір тірем шұғыламен. 22 шықты. Керемет. Мираспен Бинурада 96 деген сан шықты. Жарайсыңдар. Бұлар қанша таң балсандар, балалар? Қанша таң балсандар? 2 таң балсандар. Отыра қойыңдар, керек. Балалар, бүгінгі математика сабағында көптеген дамытушы ойындар ойнадық, иә? Біз сонымен қатар өрнек құрастырдық, қосынды құрастырдық, айырма құрастырдық. Ал балалар, сабақ сіздерге ұнады ма? Олай болса, ұнаса, бас бармақ әдіспен бағалап жіберейікші. Керемет. Олай болса, үйге тапсырма сіздерге 10-нан 20-ға дейін тура санауды және теріс санауды үйретіңіздер. Жарай ма? Жарайды, рахмет онда балалар.